Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз көп мүшелер бөлімі бойынша жиынтық бағалау есептерін талдаймыз. Бұл 7-ші БЖБ. Бірінші есептің өзі 3 пункттен тұрады. А пункті. Х куб азайту 2х квадрат азайту 11х қосу 12 көп мүшесін х азайту 1 2 мүшесіне бұрыштап бөлу арқылы бөліндіні табыңыз. Бұрыштап бөлеміз. Х куб минус 2х квадрат азайту 11х қосу 12 бөлемін х минус 1-ге. Мені бұрыштап бөлген кезде мұндағы дәрежеге қараймыз. 3 дәреже, біз х-ті х квадратқа көбейткен кезде сол 3 дәрежені аламыз. Азайтамын. Х-ті х квадратқа көбейтемін. Х куб. Минус 1-ді х квадратқа көбейтемін. Азайту х квадрат. Х кубтан х куб алсақ бізде 0 шығады. Минус, мұна минус пен мұна минус плюс болып кетеді де, минус х квадрат. Азайту 11х қосу 12. Азайту, мұнда тағы минус болу керек, демек азайту х. Х квадрат плюс х. Мұна екеуі плюс болып кетеді де, минус х квадрат плюс х квадрат 0-ді береді. Минус 11х азайту х бізде 12х-ті береді, плюс 12. Минус, тағы да азайту 12-ден беремін. Азайту 12х. Минус 1-ді минус 12-ке көбейтемін, плюс 12. Сонда бізде қалдық 0 шығады. Бөлінді х квадрат минус х минус 12-ге тең. Келесі, осы көп мүшені толықтай көбейткіштерге жіктеңіз дейді. Х куб минус 2х квадрат минус 11х қосу 12 тең болады. Жазамыз. Х минус 1-ге бөлдік қой біз жаңа. Және бізде шықты х квадрат минус х минус 12. Міне көбейткіштерге жіктедік. Және үшіншісі осы теңдеуді шешуіміз керек. Осы көбейткішке жіктегенімізді жазамын. Х минус 1, х квадрат минус х азайту 12 тең 0. Жеке-жеке 0-ге теңестіремін. Х минус 1 тең 0. Х квадрат минус х минус 12 тең 0. Х тең 1. Мінекей бір жауабы шықты. Екіншісі дискриминант тауып көрейік. 1 азайту 4 көбейту минус 12. 48, 49. Яғни түбірлері табылады деген сөз. Х1 мен х2-ні қосамын 1. Х1 мен х2-ні көбейтсем минус 12. Вет теоремасы бойынша қандай сандарды көбейткенде бізде 12 шығатын еді? 3 пен 4 қосқанда 1 шығу керек, демек минус 3. Жауабын жазамыз. Жауабы минус 3, 1 және 4. Екінші есеп, х куб азайту 5х квадрат қосу px қосу q тең 0 теңдеуінің түбірлері альфа минус 3 альфа және альфа плюс 3. Жалпыланған вет теоремасын қолдана отырып, альфа, п мен q мәндерін табыңыз дейді. Мұнда формуласын жазып қойдым. Яғни бізге кез келген p от x көп мүшесі берілсе, оны вет теоремасы арқылы осылай жіктей аламыз. Қайтадан мұнда жазып қойайық. Х куб азайту 5х квадрат қосу px қосу q тең 0. Үшеуінің қосындысы, мұна формуладағы p, q бұларға қатысты емес, ол мұна көп мүшедегі коэффициенттермен бос мүшеге қатысты. Демек, p бізде ол 5-ке теңді, минус 5-ке тең, қарама қарсы мәнмен аламыз, 5 болады. x1 мен x2-нің көбейтіндісі, x2 мен x3-тің көбейтіндісі, қосу x1 мен x3-тің көбейтіндісі, ол бізде q. q бізде p-ға тең. p-ны жазып қоямын. Үшеуінің көбейтіндісі, ол бізде минус r-ға тең, минус r бізде q, демек минус q-ға тең. Енді орындарына қоямын. Бізде түбірлері мынадай деп беріп қойды ғой. Жазамыз. Альфа азайту 3 альфа қосу 3 тең 5. Так, бұл жерде минус альфа тең 2, альфа минус 2-ке тең. Альфа минус 2-ке тең екен таптық, бұл x1. x1 минус 2-ке тең. x2 6-ға тең, x3
1-ге тең. Яғни мына жердегі түбірлеріне байланысты үшеуін тауып алдық. Енді бізге p-ны табу керек және q-ды табу керек. Альфа табылып тұр. P-ны табу үшін неке мына формулаға қоямыз. x1 көбейту x2. x1 мен x2-ні көбейтем. Минус 12 қосу. x2 мен x3-ті көбейтем. 6. x1 мен x3-ті көбейтем. Минус 2 тең p. P тең болады. Минус 12 плюс 6, минус 6, минус 8. P минус 8-ге тең болды. Келесі q-ды табамыз. Мінеки үшеуінің көбейтіндісі. Минус q тең болады. Минус 2 көбейту 6 көбейту 1. Минус q тең болады. Минус 12. Q тең болады 12. Мінеки үшеуін таптық. Сонда жауабына жазасыздар. Жауабы альфа тең минус 2. P тең минус 8. Q тең 12. Үшінші есеп, бұл безу теоремасына байланысты есеп. Безу теоремасын қолдана отырып. P от x көп мүшесі берілген. Қайтадан жазып қояйын. 2x куб қосу ax квадрат қосу bx азайту 6. Мұндағы a және b тұрақты сандар. Егер x плюс 1 екі мүшесі P от x-тің бөлгіші дегеніміз, яғни қалдығы 0-ге тең деген сөз. Және P от x-ті x минус 2-ге бөлгендегі қалдық 12-ге тең екені белгілі болса, онда a мен b-ның мәнін табуымыз керек. Безу теоремасын қолданамыз. Безу теоремасы бойынша x плюс 1-ге бөлсек, және x плюс 1-ге бөлейін деп тұрмызды. Демек, бізде бұл формула бойынша x минус a деген сөз. Және бұл жердегі x тең a, яғни кез келген көп мүшені x минус a екі мүшесіне бөлгенде шыққан қалдық бөлінгіш көп мүшенің x тең a болғандағы мәніне тең. Ол дегеніміз не нәрсе? Қазір былай жазамыз. X тең минус 2. Демек, x тең 2 деген сөз. Ал мына жерде x тең минус 1. Бірінші, P от x функциясындағы x-тардың орнына 2 қойсам, менің қалдығым 12-ге тең болып шығады екен. P 2 тең болады. 2 көбейту 2-ның кубы, қосу a көбейту 2-ның квадраты, қосу b көбейту 2 азайту 6 тең болады 12. Қалдыққа тең болады. Әрғарай есептеймін. 2-ның кубы 8, 8-декке өтем 16. Қосу 2-ның квадраты 4, 4 шығады, қосу 2b азайту 6 тең 12. 4a қосу 2b-ны осы жаққа қалдырамын да, 16-тан 6-ны азайтамын 10, мына жаққа шығарып жіберсем, менде 2 қалады. Барлығын 2-ге бөліп жіберсем, 2a қосу b тең 1. Әзірге осылай тұрсын. Енді екіншісін қолданайық. X плюс 1-ге бөлгенде, яғни 0 қалдық қалады. Себебі ол бөлгіші деп тұр. Сондықтан тағы да есептейміз. P минус 1 тең болады. 2 көбейту минус 1-дің кубы, қосу a көбейту минус 1-дің квадраты, қосу b көбейту минус 1 азайту 6 тең 0. Минус 1-дің кубы минус 1, демек минус 2. Минус 1-дің квадраты 1, қосу a. Минус b азайту 6 тең 0. a азайту b тең болады. Минус 8, мына жаққа көшірем 8. Енді осы екеуінен жүйе құрастырамын. 2a қосу b тең 1, a азайту b тең 8. Өзіңіз қарайсыз, қосу тәсілмен шығарасыз ба, алмастырумен шығарасыз ба, қайсысы сізге ыңғайлы сол тәсілді таңдайсыз. Бірінші теңдеудегі a-ның орнына апарып қоямын. Мен қазір алмастыру тәсілмен шығарып жатырмын. Жақшаны ашамын. 16 қосу 2b қосу b тең 1. 2b-ға b қосамын. 3b тең болады. 16-ны мына жаққа шығарсам, минус 15 болады. b тең минус 5-ке. a-ны табу үшін 8-ден 5 аламын, 3. Сонда есептің жауабы a тең 3-ке, b тең минус 5-ке. Безу теоремасын қолданып осылай шығарамыз.